қазір өкінішке орай немере арқалаған әже көрмейміз. Қалада тұрмақ, далада да кездестіре бермейміз. Немере арқалаған әже көрмейміз. Қалада тұрмақ, далада да кездестіре бермейміз. Немере арқалаудың астарында жақсы ниет жатыр екен ғой деген келіншектің ғибратты әңгімесі желі қолданушыларын еріксіз баурап алды. Тұрсын ба? Әдемі аға? Ұнап тұрма саған? Маған да ұнап тұр. Әдемі? Дала төсінде балалармен жүрген жас ананың керемет сөздері адамды ойландырады. Ұлдарының бірін жетектеп, бірін арқалап алған ана бала тәрбиесіне ерекше назар аударатыны аңғарылады. Жақсы ниет жалғасын тапса екен. Бала шағамызбенен қырға шығуын шығып алдық тағыны. Енді мына жігіт артқа түскісі келмей келатыр. Мына жерде тікен шөптер өте көп. Сол себепті де арқама арқалап алуға тура келді. Я Иброша? Бірақ дегенде өзімнің есіме керемет естеліктер түсіп келе жатыр. Кезінде әжеміздің арқасынан айналамызға, жан-жағымызға шолу жасап, әжеміздің керемет әңгімелерін тыңдап, өскен бала едік қой. Бауын берік болсын қарағым, айналайын жаным, Құдайдың бере салған балапаны, бере салған балапаны. Міне, кімге ұқсайды екен? Әй, кетіңдер дедім, кетіңдер. Менікі. Бүгінгідей емес, кешегі күнгі әже мен немеренің арасындағы байланыс нәзік әрі берік болатын. Олардың арасындағы жанның қылымен жалғанған көзге көрінбес тым етене байланыс көбіне көп осы арқа арқылы орнайтын. Кішкентай кейуананың сұрақ белгісіндей бүгілген белі бір үйдің бармақтай үмітін ғана емес, болашақ еліне қызмет ететін тау тұлғалы азаматын ауырсынбай арқалап бара жатқанын қалай ұмытайық. Бұл бүгінгі орта жасқа келіп қалған буыннан жоғары барлық үлкендеріміздің басынан өткен таныш жағдай. Әкенің мойны, әженің арқасы, қазақ баласының алтын тағы еді. Кейінгі кезең немересін арқалап, найқалап асып келе жатқан әжені көлегелеп жібергенін сезбей де қалған екенбіз. Сирек те болса, немересін арқалап бара жатқан әжелер қалада да бар еді. Қазір қала түгілі даладан да кездестіру қиынау. Бала арқалаған апаны соңғы рет кім қайдан көргенін есіне түсіре алар ма екен? Бірақ қазір өкінішке орай немере арқалаған әже көрмейміз. Қалада тұрмақ, далада да кездестіре бермейміз. Дегенде немере арқалаудың астарында жақсы ниет жатқанын көпшілігіміз біле де бермейміз. Ұрпағым артында қалсын деген ниетпенен кезінде ата әжелеріміз немересін арқалай жүріп, жақсы әңгімелеріменен ұрпағының бойына ар, ұят, намыс, ұлтшылдық деген жақсы қасиеттерді бойына сіңірген екен ғой. Әй, мына балаға 40-нан шыққанша ешкім жоламасын. Көз тиеді әйтпесе. Келін, кел, мен намаз оқиын. 40-на дейін көрсетпеңдер, көз тиеді балаға. Баланы көтерудің де ұлттық ерекшелігі болатынын кейінгі жылдары жақсы байқап жүрміз. Қазақ анасы арқалайды. Ал Вьетнам, Лаос, Сингапур, бүкіл Африка, Латын Америкасы елдері балаларын қалыңдау келген ұзын матамен иығына айқастыра байлап алады. Әр елде әр түрлі. Бала көтерудің әр ұлтта әр қалай болып қалыптасуының өзіндік себебі де бар болса керек. Бірақ бәріне ортақ бір пайдалы артықшылығы бар екені айдан анық. Ал ақсақал, бата беріңіз. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің атасы бол. Өзіңе кәміл бол, еліңе әділ бол. Халқыңның таңы бол, маңдайдағы бағы бол. Әумин.